Ассалаумағалейкум достар, сіздермен болған Аян KZ. Біз бүгінгі видеода Let's Play'дің екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Енді құротпай арнаға жазылып тіркеуді ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Иә достар, енді мен алмас тапқан болатынмын. Тапқанда да көп алмас таптым. Міне мысалы кешек блоктар, маяқты қазып жинаған блоктар. Міне мен тағы да тесіп шықтым, тағы да тестім. Бір чақтың алдымда тескіліп, менің атым бұзғыш қой, енді бұзғанда да бұзамыз адуши. Енді бұзып 8 алмаз тапқан болатынмын. Үйімде әлі алмаздар бар, көп алмаз бар үйде. Мен тағы адасып жүрмін, сындырып. Осы адасатыным жамандаш. Менде мияқта нем бар. Алтыннан да көп жинаған болатын. Қазір 11 алтын тұрған шығар, үйде бар болу керек. Несі алтын көптеген алтындар да бар, железа да бар. Бір аса железаға тескен жоқпын, өйткені қалай айтсам болады, железа үйде көп, сол үшін де железаға мүлдем тиіспедім. Енді шығатын жолын таппай мен жүрмін сандалып. Енді достар, жаңа жылдарыңыз қалай өтіп жатыр? Енді жаңа жыл болып бітті, бірақ сонда да достар актив аз болып жатыр. Енді соны барынша көтеріп жіберіңіздер деп сұраймын, өйткені бұрынғыдай актив жоқ. Осы 70 подписчиктің бір 50 өтір шығар енді деп қоясың. Әлен ағаның сөзі. Айналып жүрмін, тоқта. Осы жақта конфет жүреміз. Бұрылдық, түстік. Мына жақта жоқ болды. Мына жаққа бұрыламыз. Мына жаққа шықтық. Мына жаққа кірдік. Короче, қой бермеймін. Болды. Үйден пайда боламыз қазір. Пайда болдық. Танмейтін. Міне достар, менің 8 алмаз таптым. Оған тағы 18 алмаз қосылды. Мен кеше түні мені выживать етіп тапқан болатынмын. Енді оларды видеоға түсіруді ұмыт кетіппін. Шынымды айтайын достар, мен кеше түнгі 2-ге дейін отырдым. Майнкрафт ойнап, яғни осы алмаздарды табу үшін ұзақ болдым. Ұзақ уақыт құрттым. Енді достар, рейндж мистерден ойдамын. Бізде барлығы 26 алмаз болды. Кеше түнімен выживать еттім, қаншама кирка кеттім. Енді солай. Және келесі бөлімде обязательно сіздермен бірге шахтаға түсеміз. Енді бүгін біз үйімізге көңіл бөлеміз, өйткені үйде мүлдем көңіл бөлмей кеттім. Мына жақта заттар толық қапты. Міне кешегімен 27 алмаз болды. Мынаны алып тастайық. Мышка қатып жатыр достар. Телефонмен түсіріп жатырмын, бірақ сонда да мышка қатып жатыр достар. Бұл спаунчердегі екінші бөліміміз түсіріп жатқан. Енді барынша сіздердің қолдау күтемін. Бізде актив бұрынғыдай жоқ. Бұның активіміз енді жесткі болып прям. Кәдімгідей 200-300 просмотр жинап, кәдімгідей подписчиктер 2 күннен кейін 10 подписчик қосылып дегендей ше. Сондай болды. Қазір ондай актив мүлдем жоқ. Оның неге сондай екен айтайын, ол менің кешірім, әрине видео түсірмей кеткен. Сол үшін де сіздерден кешірім сұраймын.
мынакта 26 алмаз бар екен, бірақ бұл 26 алмазды біз әрине тиіспейміз, өйткені біз әлі атқа барамыз, соған обсидиан жинау керек еді негізі. Бірақ енді жоспарға кеп тұрған соң үй салу, сол жоспарды істеуіміз керек, амал жоқ. Сол үшін де келесі видеода мен түсіремін, шахтаға түсеміз бірге. Енді кейбіреулер сенбеуі мүмкін, бірақ достар, мен шынымен де өзім ойнап таптым. Кейбіреулер айтуы мүмкін, ой сен творческийден ала салдың. Жоқ, мен ондайдан алған жоқпын, өйткені мен Photoshop лаунчерда творческий ауысамаймын. Яғни бір пин-кодпен ғана ауысады, ал мен пин-кодты білмеймін. Айтпақшы кеше не керек болды, осындай печка керек болды, сол үшін тағы бір печка жасап алғанбыз. Міне мыяқта стекло бар екен, мына стеклоны басылайық. Енді біз реттестірейік видео. Мыяқта стекло жоқ, міне мыяқта. Бір минус стекло. Мына ағаш болу керек бізге. Мүлдем ағаш жоқ үйде. Мүлдем жоқ, мүлдем. Мына ағаш қалай өскен, қарасаңыздар. Майнкрафт не істеп тастады. Міне достар, мен кеше міне мына жақты қаздым. Мен мына жаққа сразу түстім. Мына жаққа түсіп, ана жақта жерде короче бытшыт болдым мен. Содан кейін бұл жақтан алмаз жоқ екенін білдім, мен мыяқтан қаздым. Содан мыяқтан қаздым ба, жоқ, мыяқтан қазбаппын. Ана жақтан қаздым, бірақ ол жақтан алмаз шыққан жоқ, ана жақтан. Ол жақтан шыққан жоқ алмаз, сол үшін де ол жақтарды қазған болатынмын. Ағаштандырып алайық. Біздің жақын маңда мүлдем ағаш жоқ, сол үшін де мен өзім ағаштарды егіп жүрмін. Сол үшін де солай енді. Мен топор жасап болмасам, негізі железо бәрі бір өзім топор жасамай жүрмін. Міне достар, алып алайық. Менде қазір 42-50-лердің FPS-ін ұстап тұр. Бұл өте жақсы, өйткені видео қатпайды. Енді видео ұзақ болуы мүмкін, енді бір 15 минут па сондай болуы мүмкін. Енді барынша лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Просто лайк деп болмай ғой, тұрасыңдар, құр лайкты басасың, тіркеліп шығып кетесіңдер, болды. Ода тұрған еш қиындығы жоқ. Соған ерінеміз ғой, еба. Құр тіркеле кетіңіздерші, мен сіздерге уақытымды бөліп жатырмын арнайы. Сол үшін тіркеліп қолдауларды сұраймын әрине. Сұраймын достар, барынша тіркеліп кетіңіздер. Мақсаты шақты бар ма не? Мен кешкем ғой, тоғыстықта. Мені крипер жарылған, бірақ жауып кеткен біреу. Достар, мен айтайын, мен жапқан жоқпын бұны. Біреу жауып кеткен. Не болыпты, әлде мен жаптым ба? Не знаю. Біз ойнамай тезірек факел бір қаншыдан. Ой, ауру.
қалған оны тұра берсін. Алдағы уақыттарда керек болады достар. Мыякта ойбай четтенең бар. Мынаяқтан жасаса керек. Ой, мынау балдар көрпеу чекеу керек. Мыяққа бітпей қалған болатын. Жете салса одай тұрғаным нормаль. Айтпақшы достар, мен разбойниктермен төбелескен болатым. Менен төбелесіп, қырылып. Жоқ, мен негізі аяқта айтып едім ғой, пещера қазып жатырмын деп. Сол жерде су алдынан шыққан болатын. Сөйтіп қараласып, бірақ екеуі ғана шықты, қалған қайда екенін білмеймін, өкінішке орай. Соларды ұтылып эффект шыққан, бірақ сүтте іштен де ішкен жоқпын. Құр ойнап жүре бердім, маған бәрібір деп. Содан эффектісі өзі кетіп қалған болатын. Жинап жүргенмін дейін, өйткені мен золотой яблоко жасаймын. Мыяқтағы золотоны алайық, алтынды. Мыяқтан бір көмір жетер. И осыны пешке салайық. Міне алтынды қойып қойдық. Енді төбесіне мынаны жасау керек. Ступенька емес, қандай жатады. Міне нағызды жетпейді әрине. Енді тағы да жасаймыз, егер жетпейтін болса. Міне мынаяқтан бастап, аналар дөу болып кеткен ғой. Мен жаққа шығып алайық. Міне достар, енді тезірек жасап бітіреміз. Құлап кетірмеші, бой қорқыныштысың. Аяқтарда не бар? Не бар еді? Атқанда еді. Деревня бар, ауыл бар, яғни. Бірақ ояқта аса қатты қызық жоқ. Сол үшін де мен осяққа көшіп келіп алған болатынмын. Ал достар, 5 минут. Міне достар, мен 24 тал жасап алған болатынмын. Енді осыны ары қарай бітірейік. Мынау көп болып кетті ғой деген ойдамын. Енді артылған енді отынға жағып жібереміз. Отын қылып, ойбай кетірмеш. Тез қоялай берсе, оны кейін тізбе болатын боламыз. Енді мыяқтар сындырып, мынаяқты, мынаяқтан қарай бітіп тұр, бесен қозғаламай тұрмын десем. Кәш осылай жасай тұрайық. Міне енді олар кедергі жасайды, бұларды алып тастаймыз. Міне керемет болды. Бізге айтпақшыдай достар, не жасауымыз керек? Лопата, күрек, сетті жүрек. Алдынан алып алайық, бір ауды жүгірейік. Кеттік. Ана құмылғамыз. Мен айтпақшы достар, менде Мирнада тұр, өйткені мен әдет қойып қойған болатын.
қазір үй жасағанда зомбилер кедергі жасамасын деп оған ренжімейсіздер деген үміттемін. Достар, енді барынша лайк басып тіркеліп арнаға жазуларыңызды сұраймын. Тіл келмей қалды ғой құрсын. Тезірек. Мен көп жинап кеткен жоқпын бачили. Ой, бұл. Үшеу ғой. Бұлақтыра тұрайық деке. Алынар капуста бар ма аяқта? Капуста, ой, капуста деп қойға. Атайындайды ма? Кактус. Капуста деп қойға. Кеттік. Капуста. Болтынан атты бүгінен бастап капуста. Кім айтты десеңдер, аян айттық қоясыңдар ғой. Қуып кетсене. Енді менің осы выживание түсіру мақсатым, өйткені қазір көптеген қазақ ютуберлері выживание түсірмей кеткен болатын. Ал мен оған қатты күрсінемін, өйткені енді выживание түсірейін десе мотивация жоқ, ал мотивацияға сіздердің қолдауларыңыз және де өзінің ынталығым керек. Жақшымақ алма бар ма екен? Алма жоқ. Мен ақымақ алманы жеп қойған жоқпын ба? Ой, мен ақымақ жеп қойған екен ғой. Оптан да яблоко жасақ, алтын яблоко. Ойбай. Бұлай жатушы еді ғой, қалай еді? Ай. Қойдың, сөз. Осылай ғой, осылай екен. Алтын яблоко. Мышканы алсаңшы. Мәл мияқтарға да бар екен. Ой, ақымақ аян. Онда бір қанша керек примерно 500 қалар. Енді келесі видеода шақтыға түсеміз, немесе мал фермасы дегенде қораға малдарды кіргіземіз, немесе өздеріңіз біліп тұрғандай огород жасаймыз. Енді огород жасау себебім, өйткені тамақтар керек. Ал қазір мияқтарда жануарлар азайды. Сол үшін де керек болып тұр. Айтпақшы олардан жалпақ не керек қой, жалпақ. 26 алмазымыз бар, енді оны не істейтінді әзірше айтпаймын. Егер незерет тауып атқан жағдайда енді алмазды енді көбірек жинауға тырысамын. Оған дейін бір 30-40 шақты алма жинауымыз мүмкін. Енді соған полный броня және де незеретіне сауыт жасайтын боламыз. Алып кетсін. Мышканы алып тастайық. Айтпақшы, менде лук көп, 24 лук бар. Оларды мен әйтеуір жинап қойғам. Әнен арбалеттер түскен болады. Айтпақшы достар, арбалет қалай айтсам болады? Неден? Урон көп алады. Неденше садақтан қарағанда. Негізі арбалетпен жұмыс жасаған жақсы деп ойлаймын. Енді достар, осымен үйімізді аяқтадық. Енді терезесін сосын жасай саламыз. Осымен видео аяқталды достар. Сіздердің маған уақыт бөліп қарағандарыңызға рахмет. Енді барынша лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар.